Не болған дедіңіз бүгін? 200 қанша миллион теңгеге НДС келген? 24 миллион налог келген ғой. 24 миллион налог. Бір пысық сынған біреу алады да Каспий магазинін арендаға бер деген, соны арендаға берген. Сосын олар алады да обналичка ұрған ғой. Пытырлатып 69 миллионнан кейін НДС қосып кетеді ол уже. Сосын ол алады да 200 миллионнан асырып тастайды. Сосын НДС 24 миллионға келеді. Анаған за услуга күніне 50 мың берем деген да. Где-то бір 10-15 күннен кейін 1 миллион 1,5 миллион пайда тапты, зато 24 миллион налог келіп тұрған. Енді маған не істейміз дейді. Не істейсің? Төлейсің 24 миллион налог. НДС-ті никак қашып кете алмайды. Бұрынғы енді тема жоқ қазір. Сол үшін қазір Каспий ашып алып, жаңағы магазин, ИП, курс сатып алып, бәрі ашып тастап жатыр ғой. Соны қарау керек. Ақылдасу керек финансистермен, бухгалтерлармен. Білген істеп тастап бермеу керек та, иә.